Сәлем достар, қазір біз менің әкем ең жақсы адам әнін гитарада ойнап үйренеміз. Бізге керек аккордтар, бізге тек 3 аккорд керек. Бұлар AM, потом E, сосын DM аккорд. Осы 3 аккорд. Так, мен капотастрды мына жерге қойдым. Өйткені мен даусыма осы жер келеді. Сіздер капотастр болмаса, мына жерде ойнай берсеңдер болады. AM, E, DM аккордтарын. Немесе өздеріне ыңғайлы капотастрды қойып аласыңдар. Так, менікі мына жерде. 3-ші латта. Енді мына жақтан біздер мынандай шертіп ойнаймыз. Бұл жерде мен 6-лық переборды ойнап тұрмын. То есть AM аккордына ұстағанда біздер всегда 5-тен бастаймыз. Мынандай струналар 5, 3, 2, 1, 2, 3 деп ойнаймыз. AM аккордын ұстағанда. E аккордына көтерілгенде біздер всегда 6-дан бастаймыз. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Ал DM-ға барған кезде біздер 4-тен бастаймыз. Осылай. Так, мен сіздерге қазір куплетін айтамын. Сосын үйренеміз. Айтып жатып үйренеміз. Так, 2 рет бүйтіп ойнап алсақ болады. Сосын куплетінде тек 2 аккорд қолданады. AM, E аккорды. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрек бармын. Самғаса күш қуат темерім, сүрінсен тірегім. AM қайтып білеміз. И жалғастыра береміз. Қалдырмас аязға ызғарлы, алыбымыз қартауым. Жанымда нәсіз барда, арайлар танам айымнам. Әрқашанда, осы жерде біз DM көшеміз. Әрқашанда биік AM қарымыз. Мына жерде мен толық ойнамадым переборды. Міне әрқашанда, потом биік дегенде бізде 4, 3, 2 ойнаймыз. Биік, потом AM қарымыз. Еретін мен басқа, қайтадан түсеміз деймін. Менің әкем, менің AM кем. Сосын сразу ең жақсы адам. AM қайтып білеміз. Обратно DM қатсамыз. Менің әкем, менің әкем. Бұл жерде мен тағы да толық ойнамадым. Менің әкем, потом 4, 3, 2, менің AM кем. Ең жақсы AM. Міне достар, осылай тез үйреніп кетесіңдер деп ойлаймын. Өйткені мына жерде аккордтар өте оңай, 3 аккорд қана, және де переборда өте оңай. Достар, разбор ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңдар, және комментарийға реакция қалдырып кетеміз. Сол, сәттілік, келесі разборда көріскенше.